Бүгін біз сіз ойламаған адамға ең қауіпті 10 жануарды санайтын боламыз. Қасқыр, арыстан немесе жолбарыс деп ойладың ба? Жоқ, тізімде бұлар да бар, бірақ бірінші орында мүлдем басқа жаратылыс тұр. Естісең, таң қалып қаласың. 10-шы орында маса, жылына 1 миллионнан астам адам өлімінің себебі. Кішкентай көзге көрінбейтін бұл жәндік әлемдегі нөмір 1 өлтіруші. Безгек, денге, зика осының бәрін тасиды. Күші жоқ, тісі жоқ, бірақ ең қауіпті. 9-шы адамның өзі. Екінші орында адам. Өзара қақтығыс, қылмыс, соғыс. Жыл сайын 100 мыңдаған адамның өмірі адам қолынан қиылады екен. 8-ші орында әрине барлығымыз білетін бұл жылан. Әлемде жыланнан жылына 80-100 мың адам өледі. Ең қауіптілері тайпан, кобра, қара мамба. Тістегеннен кейін 30 минутта адам жүре алмай қалуы мүмкін. Одан кейін бізде ит, құтырма арқылы. Кәдімгі үй иті қауіпті емес деп ойлаймыз. Бірақ құтырма вирусын тарататын иттерден жылына 20 мың астам адам көз жұмады екен. Бізде одан кейін цицит шыбыны. Африкада трипаносомас ауруын таратады. Ұйқы ауруы деп аталады. Адам есінен айырылып өлімге дейін жеткізіледі. Ал бізде келесі түркілер. Африкалық войвол өте агрессивті. Жыл сайын жүздеген адамды сүзіп таптап кетеді. Қолға үйретуге мүлдем келмейді. 4-ші орында бізде киттер емес, сиреналар емес, су сиыры. Гиппопотам судың ең қауіптісі. Салмағы 3 тонна, бірақ жылқыдан да жылдам жүгіреді. Аузын 150 градусқа дейін ашып, қайықтарды төңкеріп жібереді. 3-ші орында қайрат теңіз жануары емес, тұмсықты айдаһар, крокодил, Ніл қолтырауындары жылына мыңдаған шабуыл жасайды. Суда байқалмайды, тартқыш күші өте жоғары. Тістеген жерді жібере салмайды, суға батырып өлтіреді. Одан кейін бізде қоңыздар, паразиттер. Паразиттік құрттар да адамға аса қауіпті. Адам ағзасына су, топырақ, тағам арқылы түсіп, баяу улайды. Ал ең соңғы 1-ші орында бұл жолдағы кішкентай құмырсқа емес, улы әртүрлі жандар. Улы дартфрог, бокс, желлифиш секілді кішкентай улы жануарлар бірден жүрек тоқтатуы мүмкін. Балмұздақтан кіші, бірақ ол әлемдегі ең күштілердің бірі. Тізімді көргенде түсіндік, адамға ең қауіп тек жыртқыштардан емес, кішкентай жәндіктерден де келеді. Сен бұл тізімнен қандай жануарды күтпедің? Пікірге жаза кетіңіз.